Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге балық пен көкөністерді пеште пісіру жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдыменен құрғақ ыдысымызға 1 ас қасық тұз, 2 шай қасық қара бұрыш және балыққа арналған дәмдеуіш 1 ас қасық қосып, үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Балығымыздың үстін шамалы пышақпен кесіп, тіліп шығамыз. Енді дәмдеуіштерімізді үстіне сеуіп, жақсылап араластырып, жағып шығатын боламыз. Пищевой пленкаға орап, тоңазытқышқа 1 сағат немесе 1,5 сағатқа қойсаңыздар болады. Оған дейін тұзы, бұрыш барлығы сіңіп, балықтың дәмін келтіріп тұратын болады. Сәбізімізді домалақ пішінде турап алдым. Көкөністерді өз қалауыңызша турасаңыздар болады. Барлығын турап алғаннан кейін балыққа арналған дәмдеуішімізден шай қасықтың ұшымен тұзды да солай және аздап қара бұрыш сеуіп араластырып аламыз. Мінеке араластырып алдық. Енді осының үстіне сарымсағымызды турап қосатын боламыз. Оны да араластырамыз.
Араластырып болғаннан кейін бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. градуста пешімізді қыздырып аламыз. Алдын ала қызып тұрған пешке салатын боламыз. Табамызды ең алдымен майлап аламыз барлық жерін. грамм сұйық майымызға лимонның шырынын қосып, екеуін араластырып аламыз. Көкөністеріміз бен балықтың үстіне жағу мақсатында дайындап аламыз. Қызанақты турап аламыз. Өзіңіз қалаған пішінде турасаңыздар болады. Майланған табамызға салат жапырағын төсеп алдым. Осының үстіне балығымызды қоямыз. Бұл міндетті емес. Салат жапырағы менде бар болғасын қолдануды жөн көрдім. Лимонымызды алып, ішкі жағына теңдей етіп жайып шығамыз. Лимонның шырыны сіңіп тұру үшін. Әрі қарай мінекей көкөністерімізді салып аламыз табаға. Үстіне қызанақ жайып алдым. Лимон шырыны менен сұйық майымызды үстіне барлық жеріне жеткілікті етіп құйып шығамыз. Бетін фольга қағазымен жабамыз. Қызып тұрған пешімізге салып 50 минутта пісіріп аламыз. Отыз минуттан кейін бетіндегі фольгасын алуды ұмытпаңыздар. Жиырма минут бетін ашық күйде пісіресіздер. 50 минут өтті, балығымыз пісті, өте хош иісті, дәмі, тіл үйрет. Тәбетті ашатын тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Бетіне кез келген өзіңізге ұнайтын аскөкті сеуіп ұсынсаңыздар болады. Дәмі деген керемет. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Замира, астарыңыз дәмді болсын.